қазір әлеуметтік желілер жақсы дамып, қолданысқа еніп, жаңа ақпараттың тез таралуына, ақпарат алуға, алмасуға мүмкіндік болып жатқанымен, жалпы мына дәстүрлі бақ, яғни телеарна, радио болсын, газет, журнал болсын, ол бәрібір маңыздылығын жоғалтпайды деп. Жалпы осы тұрғыда да бүгін біздің студиямызда осы дәстүрлі бақтың қоғамдағы орны туралы бір ойыңызбен бөліссеңіз. Бір адамдар қазір осы дәстүрлі бақ пен жаңа медианы бір-біріне қарсы қойып, жаңа пікір айтатын адамдар табылды. Жаңа газетті кім оқиды деген сияқты, теледидарды кім қарайды деген сияқты. Олай деп айтатын адамдар енді әркім өзінің шеңберінде ойлайды ғой. Мысалы, өзі оқымайтын, кітап, газет оқымайтын адам кітапты, газетті кім оқиды деп ойлайды. Енді бұларды қарсы қою дұрыс емес. Бұл дәстүрлі медиа мен жаңа медиа бір-бірін толықтырып тұрады. Бұлар тек ақпаратты жеткізу форматтары ғана. Барлығында міндеті ақпаратты жеткізу, тарату. Енді әрине заман ағымына ілеспей, дамымай отыра берсе, ол дәстүрлі бақта оқырманнан, тыңдарманнан, көрерменнен айырылып қалады. Заманға сай икемделіп, жаңа біз айтып жатқандай технологияларды күнделікті жұмысына енгізу қажет. Ол енді біртіндеп жасалып та келе жатыр. Мысалы, айтып өтсек, газеттердің сайты бар, радиолардың мобильді қосымшасы бар, теледидардың бағдарламаларды адамдар интернеттен қарай бастады, интернет телевидениеға айнала бастады. Осының өзі жаңағы мына медиа нарықтың трансформациясы. Осыған жайлап икемделіп келе жатырмыз. Қазіргі газеттерінде қарап отырсақ, мына әлеуметтік желі парақшаларында шығатын сандарында қандай жаңалықтар болады, не болатынын барлығын видео түрінде, бейне түрінде салып жатыр. Көріп жатамыз. Бұның өзі қазіргі заманға сай. Оқырман сұранысы қандай, бақта сондай болады ғой біртіндеп. Жалпы өзектілігін жоғалтпайды дейсіз ғой. Жоғалтпайды, бірақ жаңағы заманға икемделіп отыру керек деп ойлаймын. Ахмет атамыздың сөзі бар еді ғой, газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі деген сияқты.